Жақсы, рахмет, отырасыз. Бүгін жаңа тақырыпты өткізден бұрын бірінші үй жұмысын қайталанайық. Үй тапсырмасы, яғни үй тапсырмасы кескін картамен жұмыс. Кескін картаға ең ірі 9 мемлекетті белгілеңіздер. 2 балдық жүйемен бағаланады. Дискриптор жазылып тұр, нысандарды белгілейді және атауларын жазады. 2 балдық алады. Уақытты жіберем, таймер тоқтаған кезде сіздерге белгі береді. Сол кезде жинап алып, аты жөндерін жазасыздар, жинап алып тексерем. Кеттік. Жақсы, уақыт аяқталды. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің жаңа сабақтың тақырыбы елдердің саяси типологиясы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты 8-6-1-2 елдерді басқару формасы және мемлекеттік құрылымы бойынша топтастырады. Ал балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын ұялы телефондарыңызды алып, QR-кодты сканерлеп, осыда берілген видеоны мұқият қарап отырыңыздар. Оқушылар, енді видеоны көріп кетсек, мына жерде берілген 3 сұраққа жауап берсеңіздер. Сіздерге ойлануға 3 минут уақыт беремін. Одан кейін рандомнан мына жерде мен оқушыны таңдаймын. Сол кісінің кімнің аты шығады, сол кісі жауап береді. Бастайық онда. Сұрақ анықталып көрініп тұр ғой, бірінші дүниежүзілік елдердің басқару формасы бойынша топтастырудың маңызы бар ма деген сұрақ. Екінші, республикалық басқару формасы тән елдердің мемлекет басшыларын кімдер тағайындайды? Оқушылар, уақыт бітуіне таяды. Жақсы, болды. Қаламды қоямыз. Қазір мен рандомна оқушыны таңдаймын. Сол кісі маған сұрақтарға жауап береді. Бір оқушы бір сұраққа, жақсы ма? Айсұлу, тұрып айта беріңіз. Дүниежүзінің халықаралық деңгейінде танылған тәуелсіз мемлекеттер мемлекетті басқару формасы бойынша монархияландыру мен республикаларға бөлінеді. Жақсы, өте жақсы. Келесі оқушыны. Келесі сұраққа жауап беретін оқушыны таңдасақ, Самал, тұрамыз. Сұрақ республикалық басқару формасына тән елдерді мемлекет басшылары кімдер тағайындайды? Екі үлгісі бар. Олар унитарлы мемлекет және федерациялық мемлекет болады. Унитарлы мемлекет әкімшілік аумақтық бірліктер тікелей орталық үкіметке бағытталатын, бүкіл аумақта орталық заң жүйесіне асырылатын мемлекет құрылымы. Ал федерациялық мемлекет белгілі бір саяси экономикалық дербестікке ие, бірақ мемлекеттік егемендігі жоқ аумақта одағы. Жақсы, рахмет, Самал. Келесі соңғы 3-ші сұрақ. 3-ші сұрақты кім бізге жауап береді екен? Жансая, тұрамызда жауап бере береміз. Аумақтық құрылымның негізгі көрінісін айтамыз. Унитарлық және федерациялық. Жақсы, рахмет. Келесі тапсырмаға көңіл аударсақ. Келесі тапсырма балалар жеке жұмыс. Жеке жұмысты қазір ұялы телефондарыңызды алыңыздар және де QR-кодты сканерлеп алыңыздар. Бұл жерде сіздерге Pixelmap генератор платформасы шығады. Сол платформаны пайдаланып, сіздер бекесіздер. Дүниежүзінің 5 унитарлы және 5 федерациялық мемлекеттерді тауып, олардың шекарасын белгілейсіздер. Яғни, мен 5 минуттық уақыт беремін, қазір минутты жіберемін, және сіздер аяқта көрсеңіздер, бағдаршам тұр, бағдаршам қызыл бастаңдар деген сөз. Сарыны арасында қарап отырыңдар. Сарыны белгілегенде аяқтауға жақын қаласыздар, ал жасылды белгілегенде тоқтатасыздар. Түсінікті ғой, балалар? Онда бастайық.
құрметті оқушылар, уақыт аяқталуға тамам. Байқасаңдар, бағдаршамның түсінен сарыға ауыстырдым. Яғни аяқтауға жақынбыз. Уақыт біткен кезде жасылға жағамын. Жақсы, болды, аяқтаймыз. Енді уақыт аяқталды. Енді орнында отырып сіздер жақсы жұмыс жасаңыздар. Бәрін тексеріп көріп шықсын, жарайсыздар. Енді тақтаға Сексен Аружан келе ғой. Келіп, екі унитарлы, екі федеративті республикада көрсете қойған. Даусыңызды шығарып айтып отыра ғой. Бізде федеративтінде Ресей жатады, Ресей жасылмен белгілейік. Жақсы. Унитарлыға бізге Қазақстан жатады, оны қызылмен белгілейік. Жақсы. Сосын бізде ақш жатады, ол федеративтқа, оны жасылмен белгілейік. Керемет. Және Жапония жатады, ол бізге унитарлыққа жатады. Жақсы. Оны қызылмен белгілейміз. Дұрыс қой балалар? Жақсы, рахмет Аружан. Келесі тапсырма балалар бізде жұптық жұмыс. Жұптық жұмыста былай берілген тапсырма. Мұқият тыңдаймыз. Мемлекеттік басқару жүйелерін берілген анықтамалармен сәйкестендіріңдер дейді. Яғни дескриптивті қарасаңыздар, бұл жақта жалпы 2 балл. Бірінші, басқару формасының анықтамасын анықтайды. Екінші, басқару формасының байланысты елдердің ерекшелігін анықтайды дейді. Қарасаңыздар, сізге бұған уақыт 5 минут берілген. Және мына берілген не десеңіздер, бұл жұптық жұмыстың белгісі. Бастаймыз. Берілген тапсырма. Яғни сіздер басқару формасының анықтамасын не істейсіздер бір-біріне сәйкестендіресіздер. Артынан мен дұрыс жауабын шығарамын. Кеттік, жасаймыз, орындаймыз. Ал уақыт аяқталды балалар, өздеріңіздің жазған жауаптарыңызды дұрыс па, дұрыс емес па тексеріп шығыңыздар. Бізде үшінші тапсырма топтық жұмыс. Топтық жұмыс мемлекеттер туралы суреті бойынша басқару формасы монархиялық болып табылатын елдердің аттарын астаналарын және өкімет билеушілерін анықтаңыздар дейді. Бұл жақта сіздерге жалпы 3 балл берілген. Елдердің аттарын табады, астаналарын жазады және басқару формасын анықтайды. Уақыт кетті, қоямын таймерге балалар. Енді қараңыздар. Мен сіздердің алдыларыңызға қосымша материал ретінде мемлекеттердің туларын бердім. Соны қарап тапсырманы орындаймыз. Балалар, үйге тапсырманы жазып алыңыздар. Балалар, сабақ аяқталды. Енді бекіту сәтін жасасақ, мен банкомат әдісін таңдап отырмын. Маған ең бірінші кім келеді? Аружан келе ғой. Бірінші карточкаң бар ма? Карточкаңды бірінші саламыз. Содан кейін парольді тере ғой. Қай парольді наптырып қоя қоймаймыз. Керемет. Қазір 2015. Енді сіздің таңдап тұрғаныңыз қанша теңге? Бұны алу үшін сіз мынандай сұраққа жауап беру керексіз. Қазақстанның басқару формасы. Унитарлы. Дұрыс па? Қандай ғой? Дұрыс екен. 10 мың теңгеңізді алдыңыз. Келесі бізде балалар. Келесі оқушы Айжан келе ғой. Карточкаңды маған бере ғой. Ақшаламыз қазір. Қандай? 803. Так. Ашылсын. Мынау грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? Дава билік. Жақсы. Не зауыз кетті? Мынау грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? Дава билік. Жақсы, керемет. Рахмет.
Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Өте жақсы белсенді қатыстыңыздар. Бәріңізге рахмет. Сау болыңыздар.